Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен ши бауырсақ пісіру әдісімен бөлісемін. Бұны көбінесе семей жақтағылар пісіреді. Бұл қанша тұрса да өзінің дәмін жоғалтпайды және қатпайды, бұзылмайды. Бұл бауырсақты үлкендер де балалар да сүйіп жейді. Рецептісін видеоның астына қалдырамын. Ең алдымен бізге жылы су, еріген май, ұн, тұз және ашытқы керек. Ең алдымен жылы суымызға тұзды, ашытқыны және еріген майды құйып араластырып аламыз. Енді үстіне електен өткізген ұн салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қаттылау болу керек, сонда бізге кескенде ыңғайлы болады. Енді қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге қойып, бетін жауып қоямыз. 1 сағат өтті, енді барлығын осылай кесіп шығамыз. Қолымызбен осылай жайып аламыз. Бізге ұн, май сеуіп керек жоқ, өйткені өзі қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді қолымызбен осылай домалата отырып кесіңіздер. Сонда мына домалақ болып шығады. Егер домалатпай кесетін болса, мынау 4-3 болып қалады. Мінекей барлығы осылай кесіп шығамыз. Енді қызып тұрған майда жоғарғы отта осылай пісіріп аламыз. Бұл тез піседі. Мінекей осылай бірден көтеріліп, домалақ болып, әдемі болу керек. Қызарғанша осылай араластырып қуырып аламыз. Мінекей бауырсағымыз дайын, қоңырқай түске енген кезде аламыз. Біздің ши бауырсағымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және де қандай рецепт керек болса, комментарийға жазып кетіңіздер.